Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді балды печеньясын дайындайтын боламыз. Толықтай видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен қанты ерігенше араластырамыз. Кейін оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның үстіне балымызды қосамыз. Тағы да бір қайтара араластырып, електен өткізе отырып, ұнымызды қосамыз және де қамыр қопсытқышты саламыз. Жақсылап қамыр инеміз. Қамыр бізде өте жұмсақ болып келеді. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Одан кейін дайын қамырды бізге веса қажет болады. Весаның көмегімен 35-40 граммнан өлшеп аласыздар. Барлығын өлшеп, домалақтап дайындап аласыздар. Кейін барлығын противенге орналастырып, алдын ала духовкамызды осы кезде 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен осылай вилканың көмегімен узорлар жасадым. 180 градуста 20 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ әрі тойымды болып келеді. Егер де видеоны толықтай көрсеңіздер, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.